Сәлем қыздар, бүгін біз сіздермен Норвегияда әлемдегі ең дәмді торт деп аталатын тортты бірге әзірлейтін боламыз. Шын мәнінде бұл торт ең дәмді торттардың бірі болып табылады. Видеоны тамашаламас бұрын менің арнама жазылып, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен 5 дана жұмыртқамызды сарысын ағынан ажыратып аламыз. Сарысының үстіне қантымызды салып, өзінен 2-3 есе ұлғайғанша, әппақ болғанша миксердің көмегімен араластыратын боламыз. Енді үстінен 150 грамм бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызды салып, миксердің көмегімен тағы да араластырамыз. Үстінен 6 ас қасық сүтімізді құямыз, және де разрыхителге онда араластырып, үстінен салып, миксердің көмегімен бір келкі болғанша араластырып аламыз. Бұл массамызды шетке қоямыз. Енді үстіне меренгі әзірлейтін боламыз. Жоғарыда алып қойған 5 дана жұмыртқамыздың ағына шым-шым тұз салып, осындай пенка болғанша көпіртіп аламыз. Және де қантымызды аз-аздан сала отырып, плотный масса, яғни ағып кетпейтіндей меренгі дайындап аламыз. Пирогтарда, торттарда меренгені дайындау үшін миксердің ең төменгі жылдамдығынан ең жоғарғы жылдамдығына жайлап алып бару керек. Сонда пісіп жатқан кезде біздің меренгамыздың суы бөлініп, яғни қанты еріп, суы бөлініп кетпейді. Соны мұқият қадағалаңыздар. Аударған кезде осылай меренгамыз төгілмейді. Листімізді осылай дайындап аламыз, және де қамырымызды бір келкі етіп салып шығамыз. Бір келкі етіп салуға тырысамыз, өйткені бір жағы төмен, бір жағы жоғары болып пісуі мүмкін. Сондықтан барынша бір тегіс етіп жағуға тырысамыз. Енді жоғарыда дайындап алған меренгамызды осылай салып шығып, оны да тегістеп аламыз. Уайымдамаңыздар, меренгімен қамыр араласып кетпейді. Духовканы бұл уақытта 180 градусқа қыздырып алуымыз қажет. Үстінен 100 грамм өздеріңіз қалаған жаңғақты сепсеңіздер болады. Грецкий орехпен де өте дәмді шығады. Мен миндаль пайдаландым. Ал енді кремін дайындауға кірісеміз. Ол үшін бізге ұнды және де қантымызды бір келкі болғанша араластырып аламыз. Және де жарты литр сүтке саламыз. Үстінен 2 дана жұмыртқамызды салып, араластырып, газдың орта отына жіберіп, тоқтамай араластырып отырамыз. Бізде заварной крем дайын болу керек. Үздіксіз газдың қасынан кетпей, осылай араластырамыз. Өйткені біздің үстімізде комочектер, яғни іртік-іртік болып қалмауы қажет, және де асты күйіп кетпеуі керек. Соны мұқият қадағалаңыздар. 5-10 минуттың көлемінде біздің креміміз дайын болады. Оның орнына крахмал қолдансаңыздар да болады. Картоп крахмалын емес, жүгері крахмалын қолданамыз. Жүгері крахмалын выпечкаларға, ал картоп крахмалын тамақтарға қолданады. Неке креміміз дайын, басқа ыдысқа аударып, осылай бетін пищевой пленкамен вконтакте етіп жабамыз. Креміміз суығаннан кейін кілегейімізді осылай көпіртіп аламыз. Міндетті түрде заварной креміміз суы керек. Бұл уақытта біздің коржымызда пісіп дайын болып суып тұрады. Бөлме температурасына дейін суытамыз. Осылай сливкиімізді жеңіл пенка болғанша көпіртіп аламыз. Және де бір қасықтан
жоғарыда дайындаған кремімізді салып көпіртуді жалғастырамыз. Енді дәмі деген өте керемет болады. Қыздар, жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Осылай лопатканың көмегімен араластырып аламыз. Меренгісі еріп кетпей ма дейтін жандарға осылай ерімейді. Ортасынан коржымызды бөліп алып, кез келген өздеріңіздің қалаған формаларыңызға жайғастырамыз. Жарты коржымызды аламыз және креміміздің барлығын бір тегіс етіп жайып шығамыз. Енді миндальдың дәмі деген өте керемет, қыздар. Осылай бір тегіс етіп жайып, екінші коржын жауып, тоңазытқышқа кем дегенде 4 сағатқа салып қоямыз. Не болмаса бір түнге қалдырсаңыздар өте керемет болады. Мінекей біздің тортымыз дайын, тоңазытқышта 4 сағат тұрды. Енді сіздерге кішігірім лайфхак. Пышақты осылай ыстық суға малып аламыз, және де сүлгімен сүртіп, осылай кессек бір тегіс болып кесіледі, және де кремдері бір-біріне жағылып кетпейді. Тортымыз дайын, өздеріңіз қалағанша әрлеп, сәндеп, дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Жасап көріңіздер, жақындарыңызды қуантыңыздар, менің арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.